Salamatsızlar balalar, bugünkü orus tili olimpiadasına hoş geldiniz. Қазір мен сіздерге олимпиаданың талаптарымен таныстыратын боламын. Мына қатарда барлық 6 сыныптар отыр, мына қатарда 5-ші сыныптар, 6-ші сыныптар және 5-ші сыныптар. Біздің тест тапсырмамыз 30 сұрақтан құралған екен. Мынау сіздердің алдарында тұрған парақ қатысушының жауап парағы. Сендерге қазір мынадай тапсырма таратылады. 5-ші классқа бөлек, 6-ші классқа бөлек таратылады. Сендер сол тапсырманың дұрыс вариантын таба отырып, мына жерден А нұсқасы дұрыс болса, А-ны белгілейсіңдер. Сол ручкалармен бояп жазыңдар, иә? Дәл осылай 30 сұрақтың жауабын В нұсқасы дұрыс болса, В-ны, Е нұсқасы дұрыс болса, сол нұсқаны. Әрбір жауапта бір дұрыс жауабы бар, әрбір сұрақтың. Осыны солай толтырасыңдар. Енді мына жерде жауап парағында мектеп деген жерде Хамид Әлжан атындағы 85-ші жалпы орта білім беретін мектеп деп жатырсыздар. Дұрыс па? Одан кейін аты жөні деген жерге фамилия, имя, әкенің атын ойшылар деп жатырсыздар. Келесі сынып деген жерге 5-ші Г сынып немесе 6-ші В сыныбы қай сыныпта оқисыз, соны көрсетесіздер. Пән қай пәннен қатысасыздар? Орыс тілі, жарайсыздар. Орыс тілі деп жазасыздар. Түсінікті болды ма? Жарайсыздар. Енді келесі 6-ші сынып. Бұл сұрақтар тапсырмалар. Болма бәріне дұрыс таратылды ма? 5-ші сыныпқа, 5-ші, 6-ға, 6-ға таратылды ма? Жарайсыздар. Бастадық. Барлығына сәттілік. Дұрыс жауабы бояп жаңағы. Нені? Жауап парағы.